Елордамыздағы көне оқу орындарының бірі осы Нұр Сұлтан қаласындағы жоғарғы көлік және коммуникация колледжі. Бұл колледждің іргетасы 1945 жылы қаланған. Содан бері міне 75 жыл өтті. Өткен жылы біз осы оқу орнының 75 жылдық мерейтойын өткіздік. Осы 75 жылдың ішінде колледж 35 мыңнан астам түлектер тәрбиелеп шықты. Олар қазір отанымыздың әртүрлі саласында еңбек етуде. Негізінен біздің түлектеріміз осы теміржол саласына барады. Ал қалғандары мемлекеттік қызмет деген сияқты және де басқа салада қызмет етіп жүр. Ал жалпы осы біздің түлектеріміздің барлығы да теміржол саласына қызмет етіп жатыр. Осы 75 жылды қарап тұрсақ, бұл енді ширек ғасыр, бір ғасыр. Осы жылдардың аралығында колледж бұрын техникум болған, қазір колледж өте жоғары жетістіктерге жетті. Осы еліміз қалай дамыса, колледждің де дамуы солай болды. Әу баста 2 мамандықтан бастаған колледж бірте-бірте мына КСРО кезінде 12-ге дейін алып келді. Ал енді егемендік алған жылдары біз 16 мамандыққа дейін көтерілдік. Енді бұл колледждің өзінің бір ерекшелігі бар. Ерекшелігі бұл тек осы теміржол саласына қызметкерлер дайындады. Ал енді егемендік алғаннан кейін біздің колледжіміз енді еңбек нарығына бейімделді және еңбек нарығындағы сұранысқа байланысты. Қазір колледжіміз мысалға байланыс саласында, энергетика саласында қызмет атқарып келе жатыр. Бірақ бұның бәрі де тағы да бұл теміржолмен тікелей байланысты. Биыл еліміздің тәуелсіздігіне 30 жыл болды. Осы жылдары колледж қалай дамыды дегенге келетін болсақ, материалдық базасы бұның өте жоғары деңгейге көтерілді. Атап айтсақ, мысалға, колледжге мына әкімшіліктің тарапынан да материалдық базаны жаңартуға үлкен көңіл бөлініп келе жатыр. Одан кейін мына колледждің өзі де қайта даярлау және курстардан өткізу арқылы қаржы игеріп отырмыз. Оның бәрі де мына тағы айтамын, колледждің жетістіктері. 2014 жылы бүкіләлемдік банк деген бар. Сол банк үлкен конкурс өткізді. Мына кәсіптік және техникалық білім саласын жаңарту деген. Соған қатысып біз 500 мың ақш долларын ұтып алдық. Оған біз бірінші рет колледждің ұстаздары мысалы шетелге шығып, бұл егемендіктің арқасы, тағы да айтамын, шетелге шығып дамыған мемлекеттер Франция, Германия, бұлардың бәрі мықты өнеркәсіп дамыған мемлекеттер, Чехия, осы мемлекеттерге барып біздің ұстаздарымыз өзінің білімін жетілдіріп келді. Осыны пайдаланып біз өзінің материалдық базамызды жаңартып алдық. Оған біз осы теміржол, көлік, байланыс, энергетика саласындағы ең соңғы үлгідегі оқулықтарды алдық. Арнайы пәндер бойынша оқулықтар алдық. Одан кейін біздің ең үлкен мақтанышымыз, біз дуалды оқытуды ары қарай жалғастыру үшін біз арнайы лаборатория алдық. Ол лабораторияда қазіргі біздің Қазақстан, Ресей нарығындағы жүрген электровоздардың макеті тұр. Мысалға, ол макеттің қазіргі өндірістегі жүрген электровоздардың ешқандай айырмашылығы жоқ. Біздің колледжіміз осы республикадағы Қалаберді Нұр Сұлтан қаласындағы ең алғашқы пионерлер болып, 2012 жылы 3 жақты келісімге қол қойғанбыз. Бұл ұзақ мерзімге арналған және мерзімсіз деп аталады бұл. Қазақстан теміржолы ұлттық компаниясы, білім және ғылым министрлігі және осы біздің колледж 3 жақты келісім шартқа отырдық. Дуалды оқыту бойынша. Әу баста біз бұны 4-ақ мамандықпен бастағанбыз. Қазір бізде 6 мамандық. Осы дуалды оқытумен. Тағы да бір егемендікпен бірге келген бір жаңа ұғым бұл World Skills деген бар. Былтыр біз осы аймақтыққа қатысып 4 құзыреттілік бойынша біздің колледждің командасы чемпион атанды. Қазір сол 4 құзыреттілік бойынша біз ұлттық чемпионатқа қатысып жатырмыз. Ұлттықтан кейін бұл ертең әлемдік деңгейге шығады. Одан кейін осы жақында ғана осы биыл біздің колледждің ең жоғарғы жетістігі деп ойлаймын. 2020 жылы біз жас маман деген үлкен бұл тұңғыш президентіміз елбасының жобасы еді, соған қатысып жеңімпаз атанғанбыз. Егемендікпен қатар білім саласы қарқындап дамып келе жатыр. Бұл жоғарғы білім саласы болсын, жоғарғы білімнен кейінгі білім саласы болсын, кәсіптік техникалық білім саласы болсын, өте қарқынды дамып келе жатыр. Президентіміздің айтқан сөзі бар. Біз саяси уақыттан ұтылмауымыз керек деп. Егер біз саяси уақыттан ұтылсақ, онда біз осы саяси кеңістікте қалып қаламыз деп. Бұл түсінген адамға өте мағынасы терең сөздер. Ендігі алдағы біздің мақсатымыз осы 30 дамыған мемлекеттердің қатарына кіру. Оған кіру үшін не істеу керекпіз? Біз бірінші кезде адами капиталдың сапасын жақсарту керекпіз. Адами капиталын жақсартудың ең басты құралы неде? Ол білімде. Осы алдымызда келе жатқан тәуелсіздік күніне байланысты. Және оның алдында биыл енді Алла қаласа 10-шы жыл атап өтеді екенбіз. Тұңғыш президент күні бар. Тұңғыш президент күніне орай біз жыл сайын осы колледжде
ол 10 жыл толса, біз 9 жылдан болды осы колледжде өткізіп келе жатырмыз. Елін сүйген, елі сүйген елбасы деген үлкен жас ақындардың мүшәйрасын өткіземіз. Ойлап қарасаңыз, біз енді техникалық бағыттағы оқу орнымыз. Бұны өткізу мүмкін, гуманитарлы бағыттағылар өткізу керек еді. Бұл біздің де бір қазіргі сөзбен айтқанда фишкамыз. Енді өлең жазғанның бәрі ақын емес, бірақ сол өлең жазып жүрген талантты жастарға біз мүмкіндік жасағымыз келді. Әуелі біз 7 жыл қатарынан оны осы колледждің деңгейінде өткіздік. Былтыр биыл біз қала деңгейін өткізіп отырмыз. Егемендігімізді еңселеткен, тәуелсіздігімізді тоқылеткен әрине ол осы біздің елбасы. Мақсат елбасына деген үлкен бір сүйіспеншілікті қалыптастыру және жас ұрпақты патриоттық мақсатта тәрбиелеу. Биылғы біздің осы елін сүйген елбасы бұл 30 жылдықпен тікелей байланысты болып тұр.